Ар баласы өмірдің тынымсыз тігісінде бір күннің қалай өткенін кейде аңғармай қаласың. Әсіресе ақпараттың айдынында жүрген бақ өкілдері үшін күйбең тірліктің әлегі бітпей. Күнделікті түсірілім, сұхбаттар, таусылмайтын жаңалықтар легі. Студия қонағы Азамат Сатыбалды театр мен жеке өміріндегі жаңалықтармен бөліседі. Бізбен бірге болыңыздар. Шығыстың бір данышпаны дүниені түзеткің келсе, ең бірінші өзіңді түзет. Содан кейін барып балаңды, достарыңды түзет деген екен. Менің айтпағым, тілге жанашыр болатын болсақ, біз ең бірінші әрине өзімізден бастауымыз керек. Мен тіпті қарапайым ғана мысал келтірейін, телефондағы пернетақтамды қазақ тілді пернетақтаға ауыстырып қойғам. Яғни бұл да біздің тіліміздің өркендеуіне, өсуіне титтей да болса өз септігін тигізеді деген сөз. Ендеше тілді дамытқымыз келсе, тілге жанашыр болатын болсақ, онда әрқайсымыз өзімізден бастайық. Байқағаныңыздай, мен үшін де ана тілін шұбарлатпай, таза қазақ тілінде сөйлеп, қазақша пернетақталарды қолдану аса қиындық тудырмайды. Оның үстіне әріптестерімен төл әріптермен жазысқан соң басқаша жауап қайтару ыңғайсыз. Біз қазақ тілін насихаттап, қазақша сөйлеп қана оны әлемге таныта аламыз. Сондықтан өзімізден бастайық. Сіздермен бірге Әсем Леспек. Тіл түзелмей, қоғам түзелмейді. Мемлекеттің де, ұлттың да болашағы күңгірттене береді. Ататүріктің қай кезде де ұлттық мұрат пен ұлттық мүддеге басымдық беруіміз керек. Халықаралық саяхат, еларалық жағдай, мұның бәрі ұлттық мұрат пен ұлттық мүддеден төмен тұруы керек дегендей, Қазақстан мемлекетінде де оның тілінен бастау алған рухани құндылықтарына да бет бұрап, барынша халықаралық мүддеге қызмет ететін ұлттық саясат жүргізу бүгінгі күн қажет етіп отырған басты талабы.